Жаныңа жақын адамдар арасында өткізілетін уақыт ол әр қашан мейрам. Көңілді, шулы және ұмытылмас мейрам. Себебі үйлесімділік пен махаббат орнаған туған үйіміздегі ортақ дастарханның үстінде өміріміздің ең бақытты сәттерін біз жақсы көретін адамдарымызбен бірге бөлісеміз. Үлкендердің рухани өсиеттерін тыңдай отырып, біз ата-бабаларымыздың өсиетін, даналығы мен қамқорлығын сезінеміз. Біз естеліктерден кейін бала-шағаларымызбен бөлісу үшін аялап сақтаймыз. Келесі ұрпақ мәңгілік өзгермейтін шындықта біздің үйіміз бізді жақсы көретін жерде екенін есінде сақтау үшін дәстүрлерімізді ұрпақтан ұрпаққа мұра қылып қалдырамыз. Бақнұр, біз бүгін қазақтың ұлттық тағамы бауырсақ дайындаймыз. Бауырсақ бидай ұнынан ашытылып, майға пісіріледі. Ол түрлі көлемде болады, және де қазақтың әр мерекелік дастарханда міндетті түрде бауырсақ кездеседі. Бауырсақ дайындау үшін ең алдымен бізге жылы су, тұз, айран және де аз мөлшерде қант, міндетті түрде ашытқы және бидай ұны. Қыздың көркі шаш демекші, ұзын бұрын сұлулықтың сәні саналады. Жалғыз өрім, қос өрім болып, бірнеше түрге бөлінеді. Шашты қырқып кеспей, оны ұзын етіп өсіру қыз бейнесінің сымбатын одан сайын ажарландыра түседі. Шаш өрген кезде оған шашбау тағып, айрықша күтімге алған, түрлі әшекей бұйымдармен әдемілеген. Шашты өргенде оған анасы, құрбылары және де жеңгелері болысқан. Анашым, қараңызшы. Ау, қызым. Мен қазақи ою-өрнекті тігуге үйреніп жүрмін. Жарайсың, қызым. Қандай әдемі ою тіктің сен. Осылай дұрыс. Қазақтың салт дәстүрін, қазақтың ою-өрнектерін ұмытпау керек. Келесі жолы бұдан да әдемі, бұдан да жақсы ою тіге ғой. Қазақи оюлар қазір көптеген жерлерде пайдаланады. Көптеген адамдар қазақи ою-өрнекті киімдерге, және де сырт киімдерге де, бас киімдерге де